Түп сананы тазалау. Лас судың үстіне таза су ағызса ғана тазаланады. Мен үнемі онлайн сабақтарында бұл айтқанымды көрсетіп те жүрмін. Өзіңіз стакандағы қара шайға краннан таза су ағызсаңыз, біраз уақыттан соң суыңыз ақ түске айланады. Тазалана бастайды. Түп санадағы да дәл солай тазалау керек. Осы күнге дейін өзіңізге қарыз, кредит, баламен, енеңізбен, күйеуіңізбен дұрыс болмаған қарым-қатынасты магнитше тартқан түп сананы қайта программалап алуға болады. Түбегейлі өзгерте аласыз. Айналып келгенде сенім ол. Жазады, шығарады. Сеніп барып жасайды. Одан кейін керекті нәрсеңді өндіруің керек. Тазалау процесі кешенді жүреді. Ойың, сөзің дұрыс болуы керек. Ой, сөз дүниедегі ең қиын жұмыс. Бірақ оны істей алса, қалауыңыздан қар жанатыны кезі содан басталады. Түп сананы тазалау компьютерді өшіріп қайта қосылғаны секілді. Перезагрузка кез келген тілегіңізді жаза қоятын аппақ қағазды басып шығарумен бірдей. Өйткені тазалау процесі түп санаға жылдар бойы шегеленіп қалған негатив сәттерді, сол сәттерге байланысты туындаған көңіл күйіңізді тұтастай сыртқа шығарады. Ауру, сезім, қорқыныш, үрей, өкпе бұл сезімдер адамның өмір сүруіне қиындық тудырып қана қоймай, оның дамуына да кедергі келтіреді. Мұндай негативті эмоциялар адамның энергетикасын бұзады. Тіпті созылмалы аурудың туындауына себепші болады. Ал мұндай ұзақ жылғы өкпе реніштің арылудың жолдарын жеке-жеке келесі бөлімдерде жазамын. Аурулықтан құтылудың ең бірінші жолы күллі психолог мамандар ұсынып жүрген медитация жасау тәсілі. Ғаламторда сан түрлі медитациялар бар. Өзіңіз ыңғайлысын тауып, құлақпен тыңдап арқылы медитация жасасаңыз болады. Әрине, алғашқы кезде құлағыңыз әуен басқа жақта, ойыңыз сол күні істеген тірліктеріңіз туралы ойлап, шаршап кетуі әбден мүмкін. Бірақ жиі-жиі медитация жасау арқылы жаныңыз, миыңыз тынышталып, күнделікті әдетіңізге айнала бастайды. Адамның миы күні-түні тыным таппай жұмыс істейді. Алдымен түсініп алайық. Адамның түп санасы еске сақтау орны ғана емес, алып, мұхит сынды шегі жоқ әлем. Қарапайым тілде түсіндірсем, эмоция. Әркімнің қалған көңілі де. Мына кісі маған көмектеседі ау деген дәмеңіз бен оның орындалмай қалған өкпесі де сақталатын орын. Айтылмай қалған реніш, орындалмай қалған арман, 5 жасыңызда қорқып қалған қорқынышыңыз, өзіңізді қарық қылып алмай әркімге алаңдаған уайымыңыз да осында. Түрлі жаман жақсыла әдеттеріңіз, уайымыңыз, қайғыңыз, көңіл күйіңіз сәттеріңіз өтіп кеткен жоқ. Осында сақталып тұр. Оны шығарып тастау керек. Мұнда сол эмоциялар энергия түрінде сақталып тұрады, дейді кейбір ғалымдар. Кейде адамдар бір сәтінің бұрын болған айтып қайталанып тұрғанына таң қалып жатады. Ғылыми тілде мұны дежавю дейміз. Немесе мен ұшақпен ұшудан, суға жүзуден фобия деп атайды. Ал шын мәнінде ол балалық шақтағы түп санасында қалып қалған қалдық энергия деп түсіндіреді.
өткен шағымда ұшақпен байланысты ешқандай қорқыныш болмаған, ұшақ түгілі пойызға отырып көрмеген деп шыр-пыр болатындар бар. Сондай-ақ ұшаққа бірде-бір рет отырып көрмеген адам өз-өзінен ұшаққа отырудан қорқып жүреді. Ал адамның түпсанасы терең зерттеу жүргізуге болады. Немесе судан қорқатын адамнан түпсанасында бала күнінде суға кетіп қайтыс болған басқа адам туралы естіген әңгімесі сақталып тұруы әбден мүмкін. Сондықтан әр адамның қорқыныштан арылуы, түпсананы тазалау тетігі де сол адамның көмегімен табылады. Түпсананы тазалау арқылы баюға, кез келген қалауыңызды жасауға болады. Мүмкін емес нәрсе жоқ. Австралиялық оратор екі қол, екі аяғы жоқ болса да үлкен меценат Ник «Жизнь без границ» атты еңбегін атауында өміріне қараңыз. Ол медициналық тұрғыдан шектелген, мүмкіндігінің шексіз шекарасын ашып алған. 4 баласы әдемі әйел бар. Оның аяғы мен қолының жоқтығы суда еркін жүзуіне де кедергі келтіре алмағанына қарап таң қаласың. Былтыр Вик Алматыға келді. Сонда өзі елдің алдына шыққан үстелдің үстіне тұрып, мен мына үстелден жерге секірем десем, сенесіздер ме? Деді залға қарап, сұрақ қойды. Мен секіретіндігіне сенімді болдым. Оның аяқ қолы жоқтығы сахнаға көмекшілерінің көмегімен теріп шыққан бір сәтте де ұмытып қалдым. Неге дейсіз бе? Өйткені оның мүмкін еместігі, мүмкін қылған қажыр қайратты мені сендірді. Бірақ Ник жоқ, секірмеймін, қол аяғым сынып қалса қайтем, деп залдағы көрермендерді күлдірді. Инстаграмдағы парақшасына қарап отырсам, үнемі көңілді жүреді. Бір еңбегінде ашулансам, бірден әзілдей бастаймын деп жазды. Яғни көңіл күйін жылдам түзей алады екен. Бірде құжатыма ұзақ үңілген американдық қауіпсіздік бөлімінің қызметкеріне саусақ іздерімен мәселе бар ма деп сұрағаным бар дейді. Яғни ол аяқ қолының жоқтығының мәселе қылмай, әзілге айналдырып, көңілді жүреді. Сондықтан 12 мүшесі түгел болмаса да езуі жиылмайтын азаматтан үлгі алып таңдау жасаңыз. Мәселеңізді айтып, жыланып жүресіз бе? Әлде өмір керемет деп жарқырап жүресіз бе? Таңдау сіздікі. Көріпкелге палшыға барма, өз өміріңді өзің болжап ал. Өз болашағыңды өзің жаса. Ендеше мен сізге өз өміріңізді әдемі қылып өзіңіз өзгерте аласыз десем, сенгеніңіз абзал. Әрине, алдымен Алладан сұраңыз, одан кейін әрекет қылыңыз. Алла елшісі, оған Алланың игілі мен сәлем болсын. Ақиқатында Раббылардың ұят иесі және жомарт пендесі өзіне екі қолын көтеріп дұға қылғанда ештеңесіз қайтарудан ұялады деген. Ал біз не істейміз? Сұрамай-ақ алдымен тон пішіп алғымыз кеп тұрады. Ал Алла өзінен сұрамаған жанға ашуланады. Түп сананы қалай тыңдаймыз? Әлде қалай сеземіз деп сұрап жатады. Түп сананы тыңдай алмайсың. Түп санадағы ой жазған кезде шығады. Жазу өте маңызды. Педофилден қорқам дегендер не себепті аты жаман қаскөйден қорқатынын түсіне алмайды. Есіңізге түсіріңіз десек, түсіре алмайды. Бірақ
жазған кезде қорқынышы себебін табады. Жазу деген сөз, қазу деген сөз. Көп адамдар жазуға мән бермейді. Ақ қағазға жазған сөзіңіз ойыңыздың мазмұны. Түп сананы қаза бастағанда адамдар ашуланшақ бола бастайды. Оның себебі бар. Өйткені түп санадағы жараны қаза бастағанда ол ауырсыну белгілерін береді. Ол жарада сіздің уайымыңыз, қорқынышыңыз, мұңыңыз бар. Ауырмағанда қайтеді? Ауру сезімі дегенде миым ауырады екен деп ойламаңыз. Жаныңыз ауырып, мазасыздануыңыз мүмкін. Нейрохирургтердің адам миына наркоз салмай ота жасайтын оқығанмын. Өйткені адам миында ауру сезімін білдіретін рецепторлар болмайды екен. Ондай сезім тек ми қабыршығы мен қан тамырларында болады. Сондықтан біздің басымыз ауырғанда миымыз емес, оның айналасындағы ұлпалары ауыратын көрінеді. Адам миы әлі талай ғылыми зерттеулерді қажет ететін орган. Оның тамаша мүмкіндігінің біз бір бөлігін біле бермейміз. Мәселен, ғашық болған адамның миына МРТ аппаратына түсіріп көрген ғалымдар мидың рахаттану сезіміне жауапты бөлігі белсенді жұмыс істей бастайды. Ақпарат кескінінде адамға жағымды сезім тудыратын дофамин нейромедиатор гормондарын орнына ашық түс бөлінген көрінеді. Ал ми дағы жағымды толқын, яғни сіздің керемет көңіл күйіңіз сізге тек жағымды жағдайларды шақырып отырады екен. Сондықтан көңіл күйіңізді, эмоцияны басқа да алу маңызды. Бұл туралы келесі тақырыптарда айтамын. Түп сананы тазалап алу арқылы өміріңіз кез келген сәтінде кездесетін кедергілерді, мәселелерді шешуді өз қолыңызға аласыз. Әрине, Алланың қалауымен. Бір нәрсе есіңізде болсын. Қанша жерден ең мықты психолог, психотерапевт, мотиватордың алдында барсаңыз да, түп сананы тек өзіңіз ғана тазалай аласыз. Әрине, ол кісілердің көмегі болуы мүмкін. Бірі жетелеп, енді бірі медитация арқылы сізді өткеніңізге оралта алуы мүмкін. Бірақ түп санаңызға тек өзіңіз бара аласыз. Сіздің ойыңызға кіріп, түп санаңызды ешкім басқара алмайды. Түп санаңызды жылдар бойы сақталған өкпе ренішті, қорқынышты, уайым қайғыны басқа да адам сезеді де, түсіне де алмайды. Яғни кез келген адам тек өзіңіз ғана көмектесе алады. Ал біз тек сол жолды нұсқап, бағыт көрсетумен шектелеміз. Мәселен, кейбір адамдар болады, үнемі айналасындағыларға тек басындағы мәселесі мен уайымын айтып, қиындығымен бөлісіп жүрген. Оның әңгімесін тыңдап, жанымыз ашиды. Қолымыздан келсе көмектесіп жүреміз. Бірақ шын мәнінде үнемі уайымдап, көңілсіз жүру ол адам үшін өте қолайлы, тіпті өзі үшін пайдалы әдет. Әлде кімдерге ренжіп жүруді әдетіне айналдырып алған соншалықты сол болмысы өзіне жақын болады. Ата-анасына реніші немесе күйеуімен қарым-қатынас қандай да бір мәселе туындаса, ажырасуға әзір тұрады. Кез келген мәселесіне өзінен басқа өзгенің бәрін кінәлап, жауапкершілікті өзгеге аударғысы келеді. Яғни ол адам үшін өкпелеп жүру, реніш дегеннің бәрі пайдалы. Ренжісе тойға бармайды. Демек, тарту етінен сыйлық алмайды. Пайдалы ма? Өзі үшін пайдалы. Әрине, саналы түрде көңіл күй бұзылып жүргенімен, бейсаналы түрде комфортты зонасында отырады. Енесіне ренжиді, сол себепті ата-енесінің үйіне бармайды.
бармағандықтан келіндік қызметін атқармайды деген сөз. Ол адам үшін пайдалы, өзіне сол күй ұнайды. Ондай адамдарға айтқан ақыл кеңесінен бірден әсер ете қоймайды. Өйткені өзі үшін сол жағдайы тиімді. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Тағы бір мысал айтайын. Осыған қос-қостан дипломы бар қыздар күйеуге шықпай қалса, сырт көзге осы жағдайы көңілін түсіріп жүргендей көрінгенмен, ол қыз үшін сол жағдай тиімді. Табысы бар, қайда барам, қыдырам демейді. Қайт үйге дейтін күйеу жоқ. Сондықтан іштей өзіне өзі тиімді жағдайды жасап алып күйеуге шықпай жүріп алады. Бірақ түп санасында түсінбейінше өзінің неліктен күйеуге шықпай жүргенін себебін ол қыздың өзі де білмеуі мүмкін. Тағы бір мысал, бір танысым екінші әйел алатын болып шешім қабылдайды. Ал әйелі болса сол күнге дейін түземеген енесімен қарым-қатынасты реттеп алады. Сырын, мұңын айтып жүріп, енесімен жақын араласты. Нәтижесінде енесі өзінің ұлына, егер екінші әйел алатын болсаң, мен бірінші әйеліңмен қаламын деп талап қойды. Сөйтіп екінші әйел алынбады. Енесімен етене араласқан келін күйеуінің бабын тауып, шаңырағын сақтап қала алады. Тағы бір айтатын кейбір жағдайлар бізге емес түп санамызға тиімді болып тұрғандықтан біз өзіміз біліп білмей түп сананың дегенін орындап жүрміз. Кейбір адамдар қанша жерде жұмыс істесе де ақшасының басы бірікпей баспаналы бола алмайды. Немесе қарыздан көз аспай жүргені, өйткені ол жағдай оның түп сананы үшін тиімді толып тұр деген сөз. Тіпті кедейлік те түп сана үшін тиімді. Кейбір адамдарға ақшам жоқ, маған көмектесіңдер деп жүрген ұнайды. Өйткені сол жағдай оған тиімді. Ешкімге еш нәрсе берілмейді, керісінше елдің бәрі соған береді. Рахат емес пе? Ал адам өзіне рахат күйден оңайлықпен айырылмайды. Жұмыс істеп әуре болмайды. Өкіметке аузыңды ашып қарап отыра бересің. Өкімет бермесе оңбаған деп шығамыз. Депрессиядағы адамды алатын болсақ та өзіне оның күйі ұнайды. Әрине саналы түрде ұнағаны несі деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ оның түп санасына депрессияға кіріп көңіл күйін желеу етіп, аяқ-қолын аспаннан келтіріп жата берген ұнап тұр деген сөз. Мұның жаманы адамның көңіл күй сол күйіне сәйкес басқа да жағымсыз жағдайды магнитше тартып отырады екен. Баласы ауырып қалған аналар өздеріне мұндай қиындықты менің басыма неге беріп отыр деп сұрақты қойып, түпкі себебін анықтап көрген дұрыс. Әрине, Алла тағала баланы ауыртпасын, бірақ сондай жағдай болған екен деп өзінің шамасы келмесе арнайы мамандарға барып, мұның психологиялық түпкі себебін анықтауға тырысу керек. Түп сананы тазалаудың түрлі техникалар болады.